Барша қазақстандықтар үшін жедел хабарлама тарады. Тезірек көріп хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұнатпаңыз. Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы кімдер тісін тегін емдете алатыны белгілі болды. Әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша стоматологиялық көмекке 4 миллиард теңге бағыттау жоспарланды. Қордың хабарлауынша, Қазақстан азаматтарының жекеленген санаттары үшін шұғыл және жоспарлы стоматологиялық көмекті қаржыландыру 6%, яғни былтырғы 32,1 миллиардтан 2024 жылы 34 миллиард теңгеге дейін өсті. Жоспарлы және шұғыл түрде 18 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге стоматологиялық көмек тегін көрсетеді. Шұғыл тәртіппен тегін көмек алуға 1-ші, 2-ші, 3-ші топтағы мүгедектігі барлар, зейнеткерлер, жұқпалы әлеуметтік маңызы бар аурулары және де айналасындағыларға қауіп төндіретіндер, ерекше қажеттілігі бар балаға күтім жасайтын және бала кезінен 1-ші топтағы мүгедектігі бар адамға күтім жасайтын жұмыс істемейтін адам, алтын алқа, күміс алқа иелері. Видеомыз кеңінен таралып, барша қазақстандықтар тезірек көру үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.